Сәлем достар, біз бүгін Аяла екеуміз не пісіреміз? Болса. Және шелпек пісіреміз. Ол үшін бізге не керек, Аяла? Молоко. Сүт керек. Сосын ұн, сосын сармай, ашқы, сосын жұмыртқа керек. Және тұз, қант и су керек. Ашамыз. Тұз қосамыз, давай. Ашытқы қосамыз. Ашытқы біздің қамырымызды көтеруге көмектеседі, иә? Араластырамыз, иә? Енді не қосамыз екеуміз? Ұн қосамыз, иә? Илеу керек. Енді бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Жарай ма 40 минут? Я. Қамырымыз дайын болды. Қана ашар. Мама, енді не істейміз? Енді 7-ге бөліп, 7 шелпекті жасаймыз. Жарай ма? Я. Осылай домалатамыз. Ұнды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Жарай ма? Былай жаса, жағамыз ұнды кішкене. Оқтау. Мына тақтай. Аласын оқтауды. Бізге қамырды жаю үшін оқтаумен тақтай керек, е? Я. Мама, тағы не жасаймыз? Қалған қамырдан біз не жасаймыз енді? Бауырсақ жасаймыз, е? Я. Оны себеміз да? Я. Жайып жіберіміз олай. Енді жаямыз да. Бауырсақты әртүрлі пішінде жасауға болады. Мен домалақ жасайыншы. Иә, жасай ғой домалақты. Қазір майды қыздырып, бауырсақтарды қуырамыз. Біздің майымыз қызды, енді шелпекті пісіреміз. Саған ыстық майға жақындауға болмайды, өте қауіпті, жарай ма? Я. Дастарханға отырып, апамызды шақырып, Құран оқимыз, иә?